Жедел ақпарат, саламатсыздар ма құрметті көрермендер. Ең соңғы жаңалықтар алушылардың қатарынан білгіңіз келсе, лайк және подписация таңбаларын басып, біздің арнамызға жазылуды ұмытпаңыз. Өңірде ауыл аманаты жобасы аясында 380-нен астам шағын несие берілді. Бұл туралы Аманат партиясы Алматы облыстық филиалының төрағасы Қуат Байғожаев мәлімдеді. Бас-аяғы 1337 мың өтінім келіп түсті. Оның жалпы сомасы 9,4 миллиард теңгені құрайды. Бүгінде 381 адам 2,7 миллиард теңге сомасына шағын несие алды. Ең көп өтінім еңбекші қазақ, ұйғыр және Балқаш аудандарының тұрғындарынан келіп түсті, дейді Қуат Байғожаев. Олардың басым бөлігі мал шаруашылығымен айналысып отыр. Жалпақ жұрттың жағдайын көтеруге бағытталған жоба қатысуға тілек білдіргендер аз болған жоқ. Соның бірі еңбекші қазақ ауданының тұрғыны Білал Ахметов. Металл прокатын ұйымдастыру бойынша бизнес жоспарды қорғап, 2,5% шағын несие алдым. Керек жабдықтарды сатып алып, өз үйімнің ауласында шифер шығаратын цех салдым. Өндіріс технологиясы өте қарапайым, желіге металл парақты салады. Ол механизм арқылы өтеді. Шығу кезінде дайын металл шифер алынады. Қазір мен жақын маңдағы 8 ауылды металл шифермен қамтамасыз етемін, дейді Білал Ахметов. Оның айтуынша, өнімді үйлердің шатырын немесе сол сарайларды мал қораларын қаптау үшін қолданылады. Бұрын адамдар Қытай тауарларын сатып алатын. Енді ауданда менің отандық тауарларым пайда болды. Сапасы жағынан басқа шифрлардан кем түспейді, бірақ бағасы 2 есе арзан. Импортталған тауардың метрі 4000 теңге, ал менікі 2000 теңге. Жалпы олардың жақсы сатып өтіліп жатыр. Енді бұл менің негізгі жұмысым, дейді ол. Айта кетейік, азаматтардан түскен өтімдерді жалпы қаражат сомасының облысқа берілген қаражаттан асып кетуіне байланысты күні бүгін ауыл аманаты бағдарламасы бойынша өтінімдерді қабылдау тоқтатылды. Бізді бақылауды жалғастырыңыз. Сау саламат болыңыз.